Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Бүгін хадис кітаптарында, тәпсір кітаптарында келтірген бір риwayat жайында әңгімелескім келіп отыр. Бұл хадис Нашрах сүресінің «Фа инна мa'ал усри юсра, инна мa'ал усри юсра». Әлбетте қиындықпен бірге жеңілдік бар, әлбетте қиындықпен бірге жеңілдік бар деген аят төңірегінде пайғамбарымыздың айтқан сөзі, басқаша айтқанда пайғамбарымыздың осы екі аятқа жасаған тәпсірі жайында болмақ. Ислам ғұламасы Мұхаммед ибн Жарир ат-Табари рахимахуллах Ибн Абдул-А'ладан, Ибн Абдул-А'ла болса Ибн Сәурдан, Ибн Сәур Маъмардан, Ал-Маъмар Хазіреті Хасаннан мынандай бір хадис жеткізген. Ол хадисте Хазіреті Хасан радиаллаху анху былай деп әңгімелейді. Хараджан набию саллаллаху алейхи ва саллам яуман масруран, фарихан, ва хуа ядхак, ва хуа яқул. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам былай деп айтып, шаттанған күйі, қуанышты түрде күліп шықты. Қаяқтан шықты? Яғни халықтың алдына, сахабалардың алдына шықты. Былай деп, ва хуа яқул, былай деп. Лән яғлиба усрун юсрайин. Бір қиындық екі жеңілдікті жеңе алмақ емес. Лән яғлиба усрун юсрайин. Бір қиындық екі жеңілдікті жеңе алмақ емес, деді. Және сөзін жалғап, «Фа инна мa'ал усри юсра, инна мa'ал усри юсра» деп Нашрах сүресінің 5 және 6 аяттарын оқыған екен. Ендігі жерде неге Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам Нашрах сүресінің 5-6 аяттарын оқып, «Фа инна мa'ал усри юсран, инна мa'ал усри юсран», күмәнсіз қиындықпен бірге жеңілдік бар, шынында қиындықпен бірге жеңілдік бар деген аяттарын оқып, осы аятқа қатысты бір қиындық екі жеңілдікті жеңе алмайды деп айтты. Неге өйтіп айтып отыр? Оның сыры неде? Енді оның сыры аталмыш қос аяттағы, Нашрах сүресінің 5-6 аятта қайталанып келген қос аяттағы араб тіліне қатысты нәзік бір ерекшелікте жатыр. Нәзік бір ерекшелікте жатыр. Ал енді бұл қандай ерекшелік десеңіз, бұл ерекшелікті тәпсірші ғалым Ибн Касир рахматуллаху алейх былай деп түсіндіреді. Нашрах сүресінің 5 және 6 аяттарындағы қиындық сөзі, яғни ал-уср сөзі, екі аятта да белгілі түрде, яғни ал-артиклмен келген, дейді ғалым. Яғни араб тіл грамматикасының тілімен айтатын болсақ, ал-ма'рифа түрінде келген, белгілі түрде. Ал жеңілдік сөзі болса, юсра деген сөз, екі аятта да белгісіз түрде ал-артиклсіз келіп отыр. Юсрон болып, басында ал-артикл жоқ. Яғни нәкіра түрінде келіп отыр. Сондықтан да араб тілі ерекшелігі бойынша екінші аяттағы, яғни қос аяттың екінші аятындағы қиындық сөзі алдыңғы аяттағы қиындық сөзінің құр қайталануы ғана болса, ал сол қос аяттағы белгісіз түрде келген жеңілдік сөздері болса, яғни юсрон деген сөздері болса, екеуі екі бөлек нәрсе екендігін білдірмек. Сол себепті Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям бір қиындық екі жеңілдікті жеңе алмақ емес деп айтқан деп түсіндіреді Ибн Касир радиаллаху анху. Яғни Ибн Касирдің айтпағы, Құдай Тағала өзінің қасиетті қос аятында күмәнсіз қиындықпен бірге жеңілдік бар, күмәнсіз қиындықпен бірге жеңілдік бар дегелі, әрбір ауырлықтан кейін екі есе жеңілдік барын пенделеріне сүйіншілеуде. Өйткені бір-бірінің артынан қайталанып келген екі аятта да қиындық сөзі белгілі түрде айтылғандықтан, араб тілі ерекшелігіне сәйкес ол бір қиындық дегенді ұғындырады. Ал жеңілдік сөзі болса, екі аятта да нәкіра түрінде, яғни белгісіз түрде келгендіктен, екі түрлі жеңілдік дегенді не істейді? Ұғындырады. Міне осыдан келіп, әрбір қиындықтан кейін екі есе жеңілдік боларын не істейміз? Түсінеміз. Ендеше
әлемдерге мейірім шуағы болып жіберілген ардақты Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қуана, шаттанып, бір қиындық екі жеңілдікті жеңе алмақ емес, бір қиындық екі жеңілдікті жеңе алмақ емес деп екі рет қайталап осылай айтуының төркіні осында жатыр екен. Алла тағала баршамызға екі дүниеде жақсылығын берсін. Альхамдулиллахи роббил алемин.